Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін көпшілігінің сүйікті десерті трайфл дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа, сүт, қант, сұйық май, какао, ұн және сода және қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді, яғни ұн, какао, сода және қопсытқышты қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте жұмыртқамызға қантымызды қосып, үлкен жылдамдықта 5 минут шамасында миксерлейміз. Міне осындай қою ақ масса болғанға дейін миксерлейміз. Және сұйық майымызды аздан қоса отырып миксерлейміз. Келесі сүтімізді де аздан қоса отырып миксерлейміз. Ендігі кезекте дайын болған құрғақ массаны аздан қоса отырып, орташа жылдамдықта миксерлейміз. Міне осындай шоколадты қою масса дайын болады. Содан кейін осы массамызды үлкен формаға құйып, 180 градуста 20-25 минут шамасында пісіреміз. Келесі кезекте кремді дайындауға кірісеміз. Ол үшін творожный сыр, қант ұнтағы және 33% сливке қажет болады. Ең алдымен творожный сырға қант ұнтағын қосып, осылай екеуін жақсылап біріктіріп, араластырып аламыз. Содан кейін ең аз жылдамдықта 1 минут шамасында миксерлейміз. Келесі сливкиді қосып, тағы да 1 минут шамасында миксерлейміз. Немесе масса крем тәрізді қою болғанға дейін миксерлейміз. Келесі ганаш дайындауға кірісеміз. Ол үшін шоколад, сливки және сары май қажет болады. Осының барлығын біріктіріп, микротолқынды пеште әрбір 10 секунд сайын шығара отырып, араластырып, ерітсеңіз болады. Немесе водяная баняда араластыра отырып ерітсеңіз болады. Мен микротолқынды пеште ерітіп алдым. Міне осындай бізге қажетті масса дайын болады. Міне біздің бисквит те дайын болды. Қараңыз, қандай күшті көтеріліп, барлық жағы жақсы піскен. Енді осының барлығын осылай қолмен үгітіп шығамыз. Содан кейін осы үгітілген бисквитке пропитка құйып шығамыз бетінен. Мендегі пропитка сүтке қант қосылған, немесе суға қант қосып пропитка жасасаңыз болады. Келесі өзіңіздің қалауыңызша стаканға немесе трайфлға арналған коробкаға салып жинаймыз. Содан кейін ганашты құйып, бетін өзіңіздің қалауыңызша әсемдеуге болады. Міне достар, өте нәзік, көпшілігінің сүйіп жейтін десерті трайфл дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Ұнаған болса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.